Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Кейде біз тамақ істегенде тек қана ақ уызын қолданып, сары уыздар қалып қалады. Сол сары уыздардан бүгін печенье жасауды көрсетемін. Сары майға қантты қосып, көлемі кішкене ұлғайып ағарғанға дейін 2-3 минут миксермен араластырамыз. Сары уыздарды қосып, массамыздың түсі біркелкі болғанға дейін жақсылап миксермен араластырамыз. Ұн мен қопсытқышты қосамыз, елекпен елеп. Бұл рецептке апельсин немесе лимонның цедрасын қосу міндетті емес, бірақ қосса ерекше дәм береді. Апельсиннің цедрасын қосып, миксермен кішкене араластырып аламыз, сосын қолмен елейміз. Егер қамыр тым жабысқақ болып жатса, қосымша ұн қосуға болады. Бізге қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр қажет. Қамырымызды алып, пергамент қағазының үстіне жаямыз. Қалыңдығы 4 мм-дей болу керек. Жайып алғаннан кейін қалаған формада печенье жасауға болады. Мен кішкентай дөңгелектер жасаймын. Кесемен жасауға болады, немесе менікіндей осындай форманың көмегімен жасауға болады. Печеньелердің арасына кішкене орын қалдырып жайғастырамыз. Қалған қамырды қайтадан жайып, қайтадан осындай дөңгелек печеньелер жасап орналастырамыз. Печеньелердің үстіне сары уыз жағып шығамыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Печеньелер әдемі және өте дәмді болып шықты. Апельсиннің цедрасы ерекше дәм береді. Осы рецептпен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған башын келесі видеоларда жүздескенше.